Сіздерге арналған лайфхактардың тағы бір порциясын сынамыз. Қабыл алыңыздар. Біле білсеңіз, ғаламторда сізде әрқашан бақылап отырады. Не көресіз, не іздейсіз, соның барлығын алаяқтар біліп алуы мүмкін. Егер сізде YouTube'тың жаңа шығарылымы болса, онда сіз инкогнито режимін қолдана аласыз. Ол не десеңіз, қараңыз. Аваңызға басып, инкогнитоны қосамыз. Бұл режимде сіз не көрсеңіз де, не іздесеңіз де, оны ешкім ешқашан білмейтін болады. Яғни сіз жайлы ақпарат сақталмайды. Енді YouTube'тан видеоны қалай ыңғайлы жүктеуге болатынын айтайық. Ол үшін бізге TubeMate бағдарламасы қажет. Бұл бағдарлама Play Marketте болмағандықтан оны бейненің астындағы сілтеме бойынша жүктейміз. Барлығы оңай. Видеоға кіреміз. Мына пернені басамыз, сапасын таңдаймыз. Болды. Ал мына лайфхак інісі немесе қарындастары барларға арналған. Әдетте олар YouTube'ты сіздің телефоныңыздан көрсе, негізгі бөлім неше түрлі мультфильмдерге толып кетеді. Әрине бұл сізге ыңғайсыз. Осындай жағдай болмас үшін кішкентай балаларға арнайы YouTube Детям бағдарламасын жүктеңіздер. Бұл жерде балаларға арналған тек қана қауіпсіз мультфильмдер бар. Және енді мультфильмдер сіздің өз YouTube'ыңызда шықпайтын болады. Әдеттегідей комментарияларға арналған лайфхакты да көрсете кетейік. Видеоның белгілі бір бөлігіне өту үшін бейнеде көрсетілгендей минуты мен секундтың арасына қос нүкте қойып жазамыз. Осы арқылы видеоның қай бөлігі күлкілі екен, қай жерде қай лайфхак екенін жазып кете аламыз. Осымен бейнеміз соңына жетті. Лайықты болсақ, лайкыңызды қойып кетіңіз. Сіздермен болған ақиқат ұжымы. Қош сау болыңыздар.